Соңғы жылдары мемлекет тарапынан ірі шаруа қожалық иелерінен бөлек жұмыссыз жүрген жандарды жұмыспен қамтып, өз кәсіптерін ашып, кәсіптерін дөңгелету мақсатында түрлі бағдарламалар жүзеге асуда. Еңбек бағдарламасы аясында аудан халқы өз кәсіптерін ашып, жұмыстарын атқаруға мүмкіндік алды. Әсіресе аз қамтылған отбасылар мен көп балалы жанұялар үшін бұл бағдарламаның маңызы ерекше. Атаулы әлеуметтік көмек алатын жанұяларды қолдау бірінші кезекте қарастырылған дейді. Бүгінгі шара мемлекеттік бағдарламаның қатысушыларына арналған сертификат табыстану. Биыл 8 адам қатысты, оның ішінде 5 адам көшет отырғызуға. Бұлар абрикос, малина, яблоня, алма. Қосымша қандай бизнес ашылып жатыр? Қосымша СТО, парикмахерский. Биыл маникюрный салон, мал өсіру. Жұмыссыз болып тіркелген әр адам бизнес бастау бойынша тегін оқып, өз жобаларын қорғап шықса, арнайы сертификатқа ие бола алады. Ең бастысы алған грант қайтарымсыз. Осы бағдарламаға қатысқан адамдар осындай жобалар арқылы түрлі кәсіптерді игеріп, жұмыссыз жандардың қатарын азайтуға болады деген сенімде. Мен осы Бөрлі ауданы Ақсай қаласына атаулы әлеуметтік көмек алушымын. Осы жаңағы жұмыспен қамту орталығының мамандарынан естіп, осы бірыңғай грант жайлы мемлекеттік қатысып отырмын. Өзімнің аулам, өзімнің бағым атты шараға қатыстым, және бір ірі қара мал алдым. Осы алған өнімдерді болашақта өз отбасыма қолданып, қалған сатып, өзім пайда табам деген үміттемін. Осындай жаңағы біз сияқты көпбалалы аналарға, жас отбасыларға мүмкіндік беріп жатқан жергілікті әкімшілікке және де Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Исқалиевке үлкен алғысымды білдіремін. Негізінен грант тұтып алған адамдар құс шаруашылығы, шаштараз, көлік жөндеу орталығы, мал шаруашылығына бағыттаса, осы жолы бау-бақша өнімдерін отырғызуға басымдық беріліп отыр. Бұл жолы 8 адамға 583.400 теңгенің сертификат табысталды. Бағдарламаға қатысуға кез келген адамның мүмкіндігі бар. Өтепберген Қарасай, Майя Мирова, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.